Сәлем баршаңызға, сіздерді осы Инстапайда 2020 курсының екінші күні көргеніме өте қатты қуаныштымын. Және де бүгін біз курстың программасы бойынша екінші күні аккаунтымызды сауатты түрде әрлеп үйренеміз. Және де бастай берейін. Яғни бірінші очередте неге аса қатты мән беру керек? Бірінші очередте аккаунтыңның атына, яғни логиніне қысқа айтқанда неге аса мән беру керек? Өйткені сенің аккаунтыңда цифрлар, түсініксіз әріптер, official котенок деген сияқты сондай сөздер болса, оны сразу алып тастаңыз. Өйткені адамдарға миында цифрлар жақсы жатталмайды, ал official котенок деген нәрселер сіздің аккаунтыңыздың атында болса, онда сіздің бұл эксперттілігіңізді бұзады. Сондықтан да бұл сөздерді, бұл қателіктерді жібермеген дұрыс. Және де сіз егер де блогер болып, инста арқылы өзіңіз ақша тапқыңыз келсе, жеке брендіңізді, яғни қалыптастырып жатсаңыз, онда сіз аккаунтыңыздың атын, яғни атыңыз, отчествоңыз, немесе атыңыз, фамилияңыз қылып жасай аласыз. Солай қойсаңыздар дұрыс болады, яғни Алима Дулатқызы деген сияқты. Және де көп нижний черточка, көп точка қою тағы да бұл тоже қателік, өйткені адамдар сіздің аккаунтыңызды просто таппайды. Және де сізге аз адам подписка жасайтын болады. Сондықтан да бұл қателіктерді жібермеңіздер. Ал егер де сіздерде косметика сататын салондарыңыз болса, немесе маникюр жасайтын салондарыңыз болып жатса, яғни сіз аккаунтыңыздың атына Астана, яғни қай қалада сіз тұрасыз, сол қаланы жазыңыз. Яғни Қостанайда тұратын болсаңыз, Қостанай косметика деп жазсаңыз болады. Немесе Астанада болатын болсаңыз, Nail Shop Астана деп жазсаңыз болады. Вот адамдар сіздің аккаунтыңызды ұмытып кетуі де мүмкін, бір айдан кейін мысалы. И және де ол поискқа Астана деп жазады, қай қалада тұрады, соны жазады. Сол кезде адам сіздің басқа косметика сататын басқа магазиндерге кетіп қалмас үшін аккаунтыңыздың атын осылай қойғаныңыз дұрыс. Және де екінші, неге аса мән беру керек? Адамға сіздің никіңіз ұнады, яғни никіңіз түсінікті, адам сізді легко тауып алды. Және де сіздің екінші очередте неге аса мән беру керек? Аватарға мән беру керек. Яғни аватарда сіздің анық-қанық, жақсы, прям контрастный, адамның көңіл көтеретіндей сіздің фотоңыз тұру керек. Басқа бір адамның фотосы тұрмауы қажет. Және де қазіргі 2020-ның тренді бұл сары түс. Яғни бұл адамдардың көңілін көтереді. Және де сары фонда түскен фотоңыз болса, бұл вообще енді бомба болады аватарыңыз. Адамдар сразу качественный, күшті аватарға басып кіргісі келіп тұрады ғой. Сондықтан да аватардың да ойнайтын рөлі өте көп. Және де егер де сіз тағы да салоныңыз, косметика сататын, немесе пылесос сататын болсаңыз, косметиканың, пылесостың сапалы фотоларын қоя аласыз. Және де үшінші очередте, яғни аватар, ник барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Және де аватарды қойған кезде сіздің киіміңіз бен артқы фон бірдей болмауы қажет. Яғни фонда сіз көрінбей қалуыңыз мүмкін, және де адамдар сіздің аккаунтыңызға кіргісі де келмейді. Аватарды өзіңіздің галереяңыздағы ең әдемі фотоны қойыңыз. Сондықтан да ал келесі, аккаунтыңызды ұнады сізге, аккаунтыңыздың аты да ұнады адамға, аватарыңызды күшті екен, сіздің аккаунтыңызға адам кіреді. Және де бірінші очеред көзге түсетін ол био. Яғни бионы дұрыстап жазамыз бүгіннен бастап. Биода не жазылу керек? Яғни үш баланың анасы, сүйікті әйелі деген сияқты нәрселер бұл адамға қызық емес. Біреулер мен бақыттымын деп жаз қояды. Сіздің бақыттысыз ба, сіз бақытты емессіз ба, ол адамдарға қазіргі таңда 2020 жылы бұл вообще адамдарға қызық емес. Сондықтан да олай жазсаңыз просто алып тастаймыз, бұл үлкен қателікті. Адамдарға қызық не? Аккаунтыңызға келген кезде ол адам сізге біреулер айтып қояды, подпишись дейді. Адам не үшін сіздің бионыңыздан ол осындай сұрақтарға жауап алу керек? Неге ол сізге тіркелуі қажет? Яғни сіз оған не бере аласыз? Жаңа келген адамға не бере аласыз? Соны жазуыңыз керексіз. Яғни мен жазып қойған, мысалы, пайдалы сторис, пайдалы видео депті. Және де менің блогым блогер болу, табыс табу жайлы деп жазып қойған. Адамдар сразу кірген кезде түсінеді биомды оқып. Мына қыз табыс табу жайлы, блогер болу жайлы күн сайын пайдалы видеолар түсіреді екен, пайдалы сторис түсіреді екен. Бұған подписация етуім керек деп өзі түсінеді. Және де сондықтан да сіз аккаунтыңызға просто подпишись деген сөз керек емес деп ойлаймын. Өйткені мен де жазбаған, бірақ адамдар маған подписка жасайды ғой. Сіз ол не үшін подписка жасау керек? Сіз не бересіз жаңа келген адамға? Вот сол сұраққа адам жауап тапса, бір пайдалы ақпарат беретін болсаңыз, адам сізге сразу міндетті түрде подписка жасайды. Сондықтан да подпишись деген сөзді артық жазғанша осындай сұрақтарға жауап жазыңыздар биоларыңызда. Вот келесі био адамға сіздің аватарыңыз, нигіңіз, бионыңыздан ады. Келесі ол сторис бөлімі, яғни стористе
қызыл болып, яғни мен де мысалы бір косметика деген сияқты магазиндерді іздеген кезде просто қараймын кімнің историясы бар, вот сол аккаунтқа кіргім келеді. Кімнің историясы жоқ, оған кірмеймін. Өйткені бұл адамға өзінің магазині маңызды емес, клиенттер маңызды емес деген ой маған келеді. Өйткені сіздер күнделікті всегда история түсіріп жүрулеріңіз керек. Яғни жеке брендіңізді қалыптастырып жатсаңыз да, маникюрный салоныңыз болса да, яғни сізге клиенттер келу үшін, новый подписчиктер келу үшін сіз күн сайын пайдалы, яғни историялар қазіргі таңда 2020-ның тренді бұл лайфстайл стористер, яғни өміріңізді көрсетесіз. Яғни азаннан бастап жаттығуға бардыңыз ба, дворда жаттығу жасаңыз ба, барлығын саласыз историяға, және де жоқ болып кеттім деп оқырмандарыңызбен тілдесесіз, немесе тағы кешке күшті видео шығады деп айтасыз, және де түсте тағы да бір история түсіресіз, мен осы жерге бара жатырмын, сіз жолда кешке тағы да түсіре бересіз. Бұл ұйықтағаныңызға дейін историялар қазіргі таңда адамдарға өте жақсы кіреді, сондықтан да түсіре беріңіздер. Және де менің историямда аз просмотр деп бірінші менде 1000 просмотр болсын, содан кейін историялар түсіруді бастаймын, немесе әдемі историялар түсіруді, монтаждауды бастаймын деген сөз болмайды. Өйткені сіздің историяңыз жаман болған сайын, яғни монтаждалмаған, яғни қазіргі таңда монтаждаған күшті видеолар өтеді ғой, музыкамен, осылай әртүрлі жерге барғаныңызды, мысалы мен Есілді осылай монтажбен көрсеткен едім, өткенде өте жақсы кірді. Сондықтан да сіздің историяңызды 300 адам қараса да, сіз солай монтаждап сапалы историялар түсіруіңіз керек. Сіз сол кезде ғана сіздің история просмотрыңыз артатын болады. Бүгін біз парақшаңызды толықтай әрлейміз, жаңа келген адамға парақшаңызды дайындығын көрсетеміз. Және де история бөлімі, яғни сіздің енді историяңыз да бар, аватарыңыз да дұрыс, биоңыз да дұрыс, нигіңіз де дұрыс. Енді келесі подписка бөлімі. Мен кеше сіздерге түсіндірдім, ортаны тазалау депті. Вот сіздер подписка бөлімдеріңізді тазалап жатырсыздар деген ойдамын. Сау болыңыздар.